Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі бейнеде біз сіздермен қазіргі таңда хит болған жүзім шайын мускат жайлы айтатын боламыз. Алдымен арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Шайын мускат соңғы күндері тәттілерді ұнататындардың жүрегін жаулап алған жүзім арасындағы нағыз хит. Бұл жидек өзінің ерекше хош иісімен, тәтті дәмімен және ерекше құрылымымен танымал болды. Шайын мускат бастапқыда жоғары деңгейлі нарыққа Жапониядан шыққан. Бірақ бүгінде бұл сортты әр түрлі елдерде кездестіруге болады, бірақ ол әдетте арзан емес. Оны ерекше ететін не? Біріншіден, оның дәмі мен хош иісі бар. Шайын мускат тропикалық жемістердің жеңіл реңктері бар жүзім қоспасына ұқсайды. Кейде тіпті мускат жаңғағы ноталары бар. Бұл оны жарқын және тәтті дәмдерді ұнататындар үшін тамаша етеді. Сондай-ақ оның жидектері мүлдем тұқымсыз, бұл тұтынуға ыңғайлылық қосады. Екіншіден, бұл текстура, тығыз және қытырлақ, бұл әр тістегенде ерекше жағымды. Кәдімгі жүзімнен айырмашылығы, шайын мускат тістерге жабыспайды және жеткілікті ұзақ сақталса да қышқыл дәмі жоқ. Оның сыртқы түрі де қызықты ашық жасыл, мөлдір жидектер кішкентай изумрудтарға ұқсайды. Ал үлкен кластерлер кез келген сөреде немесе мерекелік үстелде назар аударады. Әрине, бұл жүзімнің бағасы ең көп талқыланатын тақырыптардың бірі болып қала береді. Шайын мускат көбінесе қарапайым жүзімнен бірнеше есе қымбат тұрады, және бұл ерекше күтім мен өсіру жағдайларына байланысты. Оның құнына қарамастан көптеген жеміс әуесқойлары шайын мускат әрбір тиынға тұрарлық деп санайды. Өйткені бұл жай ғана жеміс емес, бұл нағыз гастрономиялық сән-салтанат, ол жарқын әсер қалдырады және дәмнен ерекше рахат әкеледі. Бірақ егер сіз шынымен ерекше нәрсені сынап көргіңіз келсе және керемет дәмнен ләззат алғыңыз келсе, бұл жүзім міндетті түрде назар аударуға тұрарлық. Сондықтан, егер сіз әдеттен тыс нәрсе іздесеңіз және таныс емес жүзімнің дәмін татқыңыз келсе, міндетті түрде шайын мускатты қолданып көріңіз.